2025 жыл өзге жылдардан ерекше жыл болады тоқтылар сіздер үшін. Себебі өте мықты білді екі ғаламшар Сатурн сізді бір жаңағы есейту 18-де болсаңыз да 65-те болсаңыз да осындай ғаламшар өте бір 7 жылда бір-ақ келетін адамның өмірінде 33 жылда бір ғана айналып келетін ғаламшар және сезімдердің ең биік октавасы Нептун. Бұл адамның өмірінде бір-ақ мәрте келеді. Әр белгіде 15 жылдан тұратын. Осы ғаламшар сіздердің белгілеріңізге, бірінші саларыңызға, мен деген эго салаларыңызға өтетін болады. Бұл осы кезеңге дейін сіз үшін актуальды болған, маңызды болған, идеал болған достықтар, махаббаттар, кәсіптер, мамандықтар, армандарыңыз, сіздің сенген сенімдеріңіз өзгеретін болады. Өзіңізге таныс емес энергиялар келеді, өзіңізге таныс емес бір белестерді бағындыратын кезеңдеріңіздің басталуы. Осы март айы 2025-тің март-апрель және 2026 жылы алғашқы жемістерді көресіздер. Себебі 2024 жылы ай мен күн тұтылуы тоқты таразы осындай сіздердің белгілеріңізде болған. Және осы жерде шешуші рөлде қозғаушы күшке айналатын боласыздар. Әрі мына май, август айлары жаңа махаббаттағы кездесулерге, танысуларға керемет уақыт. Себебі Венера және Марс ер азаматпенен әйелдік энергияның бір вальс билеп жүргендей ең бір сәтті кезеңі. Ал енді март, октябрь және 14 октябрьдің ары берісі некеге тұруға, ұзақ мерзімді жұмыс кәсіпке тұруға керемет уақыт. Және адамдармен қарым-қатынаста қарама-қайшылық, конфликті, жаға жыртысу, сөз арқылы келіспей қалушылық осыдан сақтаныңыздар, әсіресе июнь айына дейін 2025-тің. Себебі ол кезде ұтыласыздар. Тек қана қорғану мақсатында ғана қолдануларыңыз керек, күш жігерлеріңізді. Себебі сіздерде өте жеткілікті ғой бұл. Әрі жеке консультацияға жазылыңыздар 2025 жылға WhatsApp нөмірі профильге көрсетіліп қойған, немесе мына астына TikTok-тың жазсаңыздар болады. Және бір ұйқылар, көп бір ұйықтағыларыңыз келуі мүмкін, депрессияға берілулеріңіз немесе бір жалқаулыққа да салынуларыңыз мүмкін, творчество, шығармашылық, музыкамен айналысу. Себебі сіздердің армандарыңыз өзгереді, сіздердің сенімдеріңіз өзгереді. Сондықтан да бір сіздердің осы кезеңге дейін өздеріңізге бір таныс емес байқайтын боласыздар. Өздеріңіздің жаңағы сол кезең келгенде, себебі қазір менің айтып отырғаным түсініксіз де болуы мүмкін, бірақ уақыты келгенде түсінесіздер. Соны комментарийдің астына жазып өтіңіздер. Әрі денсаулықтарыңызға да көңіл бөлетін боласыздар. Бір санаториялар, өзге елдерге шығу, қыдыру, осындай кезеңдеріңіз, тіпті үйлеріңізге ремонт, жер сатып алу, үй сатып алу, өте бір керемет жылдарыңыз болсын тоқтылар.